Кішігірім ауылда бәрі бір қыз туралы айтатын. Ол Айлин. Оның сұлулығы туралы аңыздай әңгімелер жүретін. Терісі фарфордай ақ, көздері қара түнектей терең, шашы қара жібектей иығына төгіліп тұратын. Ол жүрген жерде адамдар еріксіз бұрылып қарайтын, бірақ Айлиннің сұлулығы оның жүрегін жылыта алмады. Керісінше оны суық етті. Өйткені Айлин өзін адам емес, бір ерекше жаратылыспын деп есептейтін. Сендер менің жанымда көлеңке сияқтысыңдар дейтін ол сыңғырлаған даусымен. Ол адамдарды кемсіткенді ұнататын. Біреу семіз болса мазақ ететін, біреу кедей болса күлкі қылатын, біреу қарапайым болса көзін төңкеріп өтетін. Әсіресе бір қызды жек көрді, Дина. Дина тыныш, момын, қарапайым қыз еді. Сабақта да, жұмыста да ешкімге жамандық жасамайтын. Бірақ Айлин үшін ол бұның өзі жеткілікті себеп болды. Қараш өзіңе дейтін ол жұрттың алдында қызды кекетіп. Сенің жаныңда тұрсам, мен одан сайын әдемі көрінемін деп. Дина жылайтын, ал Айлин болса күлетін. Бір күні Дина үйге әдеттегідей жылап келді. Көздері үсіп кеткен, анасы бәрін түсінді. Бұл бірінші рет емес еді. Тағы сол қыз ба деп сұрады анасы баяу. Дина болса үндемеді. Анасы ауыр күрсінді. Ол әйел қаладағы орталық моншада жұмыс істейтін, еден жуатын, бұл бөлмелерін тазалайтын. Адамдар оны байқамайтын, бірақ ол бәрін байқап жүретін. Адамдардың тәкаппарлығын, мазақтарын, жүректеріндегі қараңғылықты. Сол күні кешке әйел жұмысына барғанда біреуді көріп қалды. Бұл арасынан шыққан әсем мүсін Айлин. Моншада бұл қалың еді. Қабырғалардан су тамшылары ағып тұр. Ауа ауыр, ыстық. Бұл ішінде адамдардың силуеттері ғана көрінді. Айлин мәрмәр орындықта отырды. Ол айналасына менсінбей қарап, елді мазақ етіп отырған. Мұндағылардың бәрі сондай сүйкімсіз, деді ол құрбысына сыбырлап. Ал мен, ол күліп жіберді. Дәл сол кезде есік сықырлап ашылды. Еден жуатын әйел кірді. Динаның анасы. Ол үнсіз шелекке қарады. Лас су, нәжіс су. Күс араласқан су, тер араласқан су, кір араласқан су. Бұл арасынан ол Айлинге ұзақ қарап тұрды. Сосын көзін жұмды. Әлде бір ескі дұғаны сыбырлай бастады. Бұл ауырлап кетті. Ауы салқындағандай болды. Сосын әйел шелекті көтерді. Айлин орнынан тұра бергенде лас суды басына құйып жіберді. Бұл ішінде су шашырап кетті. Айлин айғайлап жіберді. Сен не істеп жатырсың деп. Әйел оған жай ғана қарады. Көздері қараңғы еді. Сұлулық кейде қарғыс болады, қарағым, деді ол баяу. Сол түні Айлин өзін біртүрлі сезінді. Айнаға қарады, бәрі қалыпты. Бірақ кішкентай қызыл дақ көрінді. Жақ сүйегінің астында. Аллергия шығар, деді ол. Келесі күні дақ үлкейіп кетті. Одан кейін тағы біреу шықты. Сосын тағы. Бір аптадан кейін Айлиннің терісі өзгерді. Жаралар шықты. Іріңдеген, ашылып тұрған. Айнаға қараған сайын ол шошып кететін. Бұл мүмкін емес деп іштей дұғада болатын. Дәрігерлер көмектесе алмады. Кремдер көмектеспеді. Дәрілер көмектеспеді. Жаралар көбейе берді. Терісі бұзылды. Бетінде қара тесіктер пайда болды. Ішінен біртүрлі иіс шығатын. Шіріген, сасық. Айлин айна алдында жылайтын, бірақ бір кезде айнадан басқа нәрсе көре бастады. Жараларының ішінде қозғалыс бар еді. Бір түнде ол ұйықтай алмай бөлме қараңғы, бірақ ол анық естіді. Құлағына әлдененің сыбыры естілген сияқты. Әдемісің бе? Ерекшесің бе? Енді қандайсың деген сияқты дауыстарды естіді. Дауыстар жаралардан шыққандай болып көрінді оған. Айлин айғайлап жіберді, айнаға қарады. Жаралардың ішінде қараңғы қозғалып тұрды. Кішкентай тесіктер, олардың ішінде көздер. Ақыры Айлин моншаға қайта барды. Бұл бөлмесіне, сол жерге, сол әйелді іздеді. Ол табылды әрине. Еден жуып жүр екен. Айлин тізерлеп құлады. Өтінем, тәте, кешіріңізші, деді жылап. Қарғысты алып тастаңызшы. Өтінем сізден. Ендігі әрі бұлай істемеспін деп қыз аяғына оралып жалынды. Әйел ұзақ қарады. Сосын жай ғана айтты. Ешқандай да қарғыс жоқ, қарағым. Айлин шошып кетті. Онда бұл не деп бетіндегі ірің аққан жараларын көрсетті. Әйел шелекке қарады. Бұл ауырлап кетті. Бұл сенің ішкі сұлулығың. Ол күлімсіреді. Ақыры сыртқа шығып кетті.